Құрметті педагогикалық ғылымдар және денсаулық сақтау білім беру саласына түсушілер. Педагогикалық ғылымдар және денсаулық сақтау білім беру саласына түсу үшін тапсырылатын арнайы емтихандар 20 маусым мен 20 тамыз аралығында жоғарғы оқу орындарында онлайн немесе офлайн форматта өткізіледі. Әр жоғарғы оқу орны оның форматын және өткізілетін күнін өздері белгілейді. Арнаулы емтиханды грант конкурсына қатысу үшін де, ақылы бөлімге тапсыру үшін де міндетті емтихан болып табылады. Арнаулы емтиханды кез келген жоғарғы оқу орнында тапсыруға болады. Емтихан өтті немесе өтпеді деген нысанда бағаланады. Нәтижелері тапсырылған күні жарияланады. Педагогикалық мамандыққа да, медициналық мамандыққа да тапсыруға ниетті талапкерлер арнаулы емтиханды педагогикалық бағыт бойынша да, медициналық бағыт бойынша да тапсырады. Арнаулы емтиханды онлайн форматта өткізетін жоғарғы оқу орындарының тізімі біздің телеграм-каналымызда жарияланған. Қосымша сұрақтарыңыз болса, жоғарғы оқу орындарының қабылдау комиссияларына хабарласуға болады. Сәттілік!